Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығына сәйкес 15 наурызда жаңа конституцияға арналған республикалық референдум өтеді. Бұл егемен еліміздің болашағы жолындағы жасалынып жатқан маңызды қадам. Бүгінгі басқосуымыздың басты мақсаты ата заңымыздың жаңа жобасын талқылап, оның маңызын түсіндіру. Құрметті әріптестер, мемлекет басшысы бұған дейін ауқымды саяси реформалардың жалғасы ретінде конституциялық реформаға қатысты өз ұстанымдарын жеткізгенін білесіздер. Конституциялық реформа еліміздің саяси жаңғыруына, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын күшейтуге, қоғам мен мемлекет арасындағы өзара сенімді нығайтуға бағытталған. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының іс жүзінде жарқын көрінісі. Жаңа конституциялық модель арқылы біз әділетті Қазақстанның іргетасын қалаймыз. Адам құндылығын артып, адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін қағидаты басты орынға шығады. Әлеуметтік жауапкершілік күшейіп, мемлекеттің халық алдындағы міндеттері кеңейеді. Теңсіздікті азайту тетіктері бекітіледі. Ғылым және инновация еліміздің басты идеологиясы ретінде айқындалды. Тәртіп пен әділдік, яғни заң үстемдігі мен табиғатқа ұқыпты қарау алғашқы рет конституциялық деңгейге бекітілмек. Өздеріңіз көріп отырғандай, әділетті конституция қуатты мемлекетіміздің берік діңгегі. Сондықтан баршаңызды 15 наурыз күні өтетін референдумға белсенді қатысуға шақырамын.